Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге ИП жабуға жібергеннен кейін ИП жабылғанын қалай білеміз, соларды көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Жалпы ИП жабылғаны туралы біз анықтаманы ешқалай аламаймыз. Оны білетін бірнеше варианттары бар. Енді ең бірінші варианттары, сіздер өздеріңіздің райондарыңызға, қалаңыздың сол жердегі налоговыйға звондайсыздар және сол жерден ИП жабылған туралы сұрап алсаңыздар болады. Ол бірінші варианты. Енді екінші вариантын айтайын болайын сіздерге. Ол үшін кабинет налогоплательщика сайтына кіріп аласыздар. Сосын жоғарғы жақта сіздердің аттарыңыз, фамилияңыз, отчестволарыңыз жазылып тұрады. Сол жерде егерде ИП жабылса, физический лица болады. Ал егерде жабылмаса, индивидуальный предприниматель болып тұрады. Енді бұл екінші варианты. Осы жерден білсеңіздер болады. Одан кейінгі варианты, үшінші варианты, осы жерде сервисы деген бар. Соны бассаңыздар, регистрационный данные тұрады. Соған кіресіздер. Міне осы жерде вопрос жіберіп, проверить статус деп, бүгінгі датамен, дәл бүгінгі датамен обновить етіп аласыздар. Осы жерде проверить дегенді баса берсеңіздер, бүгінгі күннің датасымен обновить етілетін болады. Сол кезде ғана сіздер төменге қарай түсесіздер. Сол жақта по месту 9-шы разделде по месту нахождения деген жерде сіздердің ИП-ларыңыздың УГД номерлері және ИП-ның ашылған уақыттары тұрады. Міне осы жерлерде по месту нахождения ИП деп тұр. Сіздерге ашылған күні тұрады және ИП-ның адресінің УГД номері тұрады. Осы жерде дата снята с учета деген жерге ИП-ңыз жабылса, осы жерде жабылған даталары тұрады. Менде қазір бұл ИП-да обновить етілмей тұр, сондықтан көрінбей тұр бұл жерде жабылғаны. Осы жерден көрсеңіздер болады. Енді тағы да бір варианты бар. Оны телефонмен жасасаңыздар да болады. Google-ға жазып аласыздар, kgd.gov.kz деп жазып аласыздар. Міне осылай кіресіздер. Салық төлеушілерді іздестіру дегенді басасыздар. Поиск налогоплательщика дегенді басасыздар. Салық төлеушілерді іздеу дегенді басасыздар осы жерде. Осы жерде жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар деген бірнеше варианттар шығады. Соның ішіндегі сіздер жеке кәсіпкер дегенді таңдайсыздар. Жеке кәсіпкер деген жердегі ЖСН деген жерге өздеріңіздің ЖСН номерлеріңізді жазасыздар. ЖСН-деріңізді жазып болған соң, яғни робот дегенге галочка қойып, поискке жібересіздер. Міне осы жерге результаттары шығады. Төменге қарай түскен кезде ИП-ның атауы, РНН-деріңіз және индарыңыз, дата регистрация осы жерлерде тұрады. Енді ИП-ларыңыз жабылса, осы жерде дата снятия с учета деген жерде ИП-ларыңыз жабылған күні қойылып тұрады. Міне осылай көрсеңіздер болады. Бұл телефонмен жазылады. Оңай. Назарларыңызға рахмет. Келесіде сіздерге қандай пайдалы видео салайын, сол туралы комментарийға жазып кетсеңіздер, мен сол туралы видео шығаратын боламын.